Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгін біздер қазір топқа бөлеміз. Осы топтың бірінші, екінші, үшінші топ бойынша мына жерге карточкалерді алып, сол топтардың өзінің топтарыңызға қарай отырасыздар. Өткен сабақта біз туынды деген анықтамасы туралы өткен болатынбыз. Сол енді қайталау сабағы ретінде өздеріңіздің не үйрендіңіздер, сол туралы мына жерден карточкалерді алып, бір-бірден келіп оқушылар сол сұраққа жауап бересіздер. Өткен сабаққа байланысты. Ал кім келді? Келе ғой. Оқи ғой. Функция аргументінің өсімшесі дегеніміз не? Белгіленуі, жазылуы. Функцияның анықталу облысынан алынған екі аргументінің мәні функция аргументінің өсімшесі деп аталады. Белгіленуі delta x. Жазылуы x2 минус x1 тең delta x. Жарайсың, бұтырауы. Келесі. Функцияның өсімшесі дегеніміз не? Белгіленуі, жазылуы. Мәнде жиынына алған екі функцияның айырымы функция өсімшесі деп аталады. Оның жазылуы, белгіленуі delta y, жазылуы delta y тең f x минус F теңіз сөйледің бі? Осында F бар ма? Жарайсың, бұтырауы. Үшінші топтан бір оқушы шыға қойыңыздар. Кел, бұл. Үшінші топтан. Дифференциалдау деген бізден бұл функцияның табу амалын табу. Функцияның туындысы дегеніміз не? Формуласын жаз. Функцияның өсімшесінің аргумент өсімшесіне қатынасының сосын аргумент өсімшесінің нөлге ұмтылғандағы шегі бар болса, ол шек функцияның туындысы деп аталады. Функция формуласы дифференциалданатын функция дегеніміз не? Шектелген туындысы бар, шектелген туындысы бар функция нүктеде дифференциалданатын функция деп аталады. Жарайсыңдар. Енді жаңа біз сұрақтарға жауап бердік. Енді үй тапсырмасын тексерейік. Қалай етеміз? Деп, ал соған бірінші астына кім жауап берді? Теп берді.
Ал отыр бір-бірден айта қойыңыздар. Жауаптан айтсаңыздар болады. Қалай шыққандығын жауабын. Бірінші. Кім айтады? fx минус 2x квадрат плюс x. X минус 2-ге тең болғанда функцияның туындысын табамыз. Fx штрих тең жақша ішінде минус 2x квадрат плюс x-тің туындысы. Минус 2 көбейтілген 2x плюс 1 минус 4x-қа тең плюс 1 минус 4 көбейтілген минус 2 плюс 1 тең 9-ға. Жақсы. Екінші кім? Айта беріңіздер. Айта беріңіздер. 177-ші ара қойыңыз. 177-ші есептің бірінші есепі. X тең 3x квадрат плюс 8x плюс 2. Бірінші тақсан ішіне кіргіземіз. 3x квадрат плюс 8x плюс 2. Тең 3 көбейту 2x қосу 8 қосу 0. Тең 6x плюс 8. Жақсы отыралық. Келесі. Жаңа есептен дайындағыш. Дайындағыш. жұмысы 120-ші есептің бысы. Бұл жерде функция 6x азайтылған x квадрат x-ің мәні 3-ке тең болғанда f бірінші функцияны туындаймыз. Туындағанда 6x 6 болып шығады, ал x квадрат 2x болып шығады. Және x-ің орнына 3-ті қойған кезде 6 азайтылған 2 көбейтілген 3 тең болады 0. Жақсы, міне 0-ге тең болды, біріншісінде 9-ға тең болды. Көрдіңіздер ме? Екіншісінде 5-5-ге тең болды. Жаңа кімдердің айтатын есептерінің есі шыққанда. Міне үй жұмысының жауаптарын өздеріңіз тексеріп отырсыздар. Барлығыңызда жауаптарыңыз дұрыс, жарайсыздар. Туындыға мысалдар. Кеше сізге айтып кеткен болатынмын. Тұрақты шамалы туындардың барлығы да 0-ге тең болады. 8-дің туындысы 0-ге тең, пи-дің мәні 0-ге тең болады. Себебі ол констант тұрақты шама. Ал пи-де отырғанымыз бізге белгілі, бұл 3,14-ге тең болады мәні. Бұрына сіздер 7-8 кластың программасы бойынша білесіздер. Енді 5x-тан туынды табатын болсақ, біздер білеміз, тұрақты шаманы туындының алды шығарып жібереміз, яғни 5-ті шығарып жібереміз, x-тан туынды табамыз. X-ның туындысы неге тең болады еді? 1-ге тең болады. Яғни 5-ті 1-ге бөлетін болсақ, 5-тің өзі шығады. Екінші, минус 3,4 x-ның туынды табатын болсақ, яғни тұрақты шаманы шығарып жібереміз, туындының алдына x-тан туынды табамыз. X-ның туындысы 1-ге тең болады, минус 3,4-ті 1-ге бөлетін болсақ, минус 3,4 шығады. Енді қалғандары, мынау дәреженің негізгі қасиеті бойынша, оны бір қазір айтып жатайық, артынан айтып кетеміз. Келесі, мынау біздерге мына жерде біздерге қандай? Квадрат түбірдің туындысы. Көріп отырсыздар ма? Мына жерде енді дәреженің туындысына байланысты есептеп шығарамыз. Келесі. Так, енді бүгінгі біздің тақырыбымыз туындының табу ережесі. Туындының табу ережесі дегеніміз біздерге негізінен 3 жағдайға бөлінеді. Бірінші формуламыз қосындының формуласы. Бірінші ереже, егерде x нүктесіндегі u және v функциялары u штрих v штрих туындысы бар болса, онда осы нүктедегі олардың қосындыларында туындысы бар болады дейді. Оның формуласы мына формула арқылы анықталады. Мысалы, біздер мысал келтіретін болсақ, осыған байланысты міне мына жерде сізге жазылған fx тең болады x квадрат алынған x қосылған 5 функциясының туындысын табайық дейді. Енді осының туындысын табу үшін біздер беріп отырған f штрих x деп белгілейміз. Себебі біз туындыны бар уақытта штрих деп белгілеп заңды жүзінде айтылған болатын. Енді x квадрат минус x қосылған 5 деп туынды табатын болсақ, жеке-жеке туынды тапқанда x-ның квадраты 2x-ға тең болады, минус x-ның туындысы 1-ге тең болады, тұрақты шаманың туындысы 0-ге тең болады. Енді ана жинақталатын болса, 2x алынған 1 шығады қорытындысында. Жауабы 2x алынған 1-ге тең екен. Келесі. Екінші, егерде x нүктесіндегі u және v функцияларының туындысы бар болса, онда осы нүктеде олардың көбейтіндері де туындысы бар болады дейді. Оның мына формула арқылы анықталады. Міне, көріп отырсыздар ма? Бізде деген жаңағы u мен v арқылы белгілейміз. Енді осы формулаға сәйкес мысал келтіретін болсақ, міне мынаны беріп отырған функциялар туындысын табайық. Енді тапқан уақыттарда мына формулаға сүйене отырып, бізде туындысын тапқанда бірінші u-ның орнында 3x алынған 1 тұр, v-ның орнында 2 алынған x-ның квадраты тұр. Біріншінің туындысы, яғни 3x алынған 1-дің туындысы көбейтілген 2 алынған x-ның квадратына плюс біріншісінің туындысы
міне 2 алынған x квадраты көбейтілген 3x алынған 1-ге тең болады. Енді жеке-жеке табатын болсақ 3 тұрақ шамасын шығарып жібереміз. X-тан туын табамыз. 1-ге тең болады. 3-те 1-ге көбейтеміз. Алынған тұрақ шаманың туындысы 0-ге тең болады. Міне 0 деп жазамыз. Оны 2 алынған x квадратқа көбейтеміз. Қосу 3-ті тұрақ шамадан мына жерде 3x алынған 1-ді жазып қоямыз. Келесі екінші жақшаның ішіндегі өрнектен туындысын табамыз. Тұрақ шаманың туындысы 2-дің туындысы 0-ге тең болады. X минус x квадраттан туын тапқанда ол 2x-ға тең болады. Ары қарай енді өрнекті ықшамдаймыз. 3-ті 1-ге көбейтетіміз 3 болады. 0-ден алғанда 3 шығады. Оны 2 алынған x квадратқа көбейтеміз. Қосылған мына жерде 3x алынған 1-ді сол күйінде жазамыз да 0-ден 2x алынғанда минус 2x шығады. Енді мынау бір мүшені көпмүшеге көбейту. Бір мүшені көпмүшеге көбейту үшін жақшаның ішіндегі өрнекті жақшаның сыртындағы бір мүшеге жеке-жеке көбейтіп жақшаны ашамыз. Яғни 3-ті 2 алынған x квадратқа көбейткенде 6 алынған 3x квадрат шығады. Қосу 3x алынған 1-ді бір мүше, мынау бір мүше, минус 2x жеке-жеке көбейтетін болсақ, мына жерде таңба минус болғаннан кейін плюс пен минус көбейткен уақытта таңба өзгереді. Мына жерде минуске. Сонда 3x-ті 2x-ға көбейтетін болсақ, 3x-ті минус 2x-ға көбейткенде минус 6x квадрат шығады. Минус пен плюс минус тебе плюс, минус пен минус плюс тебе береді де 2x-ға тең болады. Енді ары қарай өрнекті ықшамдайтын болсақ, 6 алынған 3x квадрат пен 9x 2-ның таңбасы 1-де, 2 қосылады да минустан бастап минус 9x квадрат қосылған 2x шығады. Енді мынау біздің беріп отырған жауабы. Бірінші x квадрат жазамыз, одан кейін x-ті, одан кейін бос мүшелі. Сонда жауабында минус 9x квадрат қосылған 2x қосылған 6 шығады екен. Келесі. Үшінші ереже бұл бөлшектің туындысы. X нүктесінде O және V функциялардың туындылары бар, және V 0-ден өзге болса, онда осы нүктедегі олардың бөлінісінде де туындысы бар болады. Бұл мына формуламен өрнектеледі, мына формуламен анықталады. Енді осы формуланы қолдана отырып, мынандай мен мысал келтіріп отырмын. Мынандай беріп отырған функцияның туындысын табайық дейді. Енді оны табу үшін міне сіздерге берілген алымының туындысы, мына алымы x квадрат бөлімінде x квадрат қосылған 1. Бөлшектің туындысын табу үшін алымының туындысы көбейтілген бөліміне минус бөлімі көбейтілген алымының туындысына бөлімнің квадратына. Енді 2x-тан туынды табатын болсақ, x-ның квадратынан туынды табатын болсақ, 2x-ға тең болады. X-ның квадратынан туынды табатын болсақ, 2x-ға тең болады. Оны x квадрат қосқан 1-ге көбейтеміз. Минус x квадрат жазып қоямыз да, мына жақша ішіндегі өрнектен туынды табамыз. X-ның квадраты 2x-ға тең болады. 2x-ға тең болады. Ал тұрақты шаманың туындысы 0-ге тең болады. 2x 0-ге қосатын болсақ, 2x-ның өзі шығады. Бөлшектің бөлімі сол күйінде қалдырамыз. Енді бір мүшені көп мүшеге көбейтеміз. Ережесін қолдана отырып, 2x-ті жақшаның ішіндегі x квадрат қосылған 1-ге көбейткенде 2x куб қосылған 2x шығады. Алынған бір мүшені бір мүшеге көбейтеміз. Яғни x квадраты 2x-ті көбейткенде минус 2x-ның кубы шығады. Бөлшектің бөлімі сол күйінде қалдырамыз. Енді өрнекті ықшамдаймыз. Ықшамдайтын болсақ 2x куб пен 2x куб екеуі жойылып кетеді. Себебі қарама-қарсы таңбамен өрнектегеннен кейін 0-ге тең болады. Оны 2x-ті сол күйінде қалдырамыз, бөлімі сол күйінде жасамыз. Сонда мына біздің беріп отырған бөлшектің туындысы мына 2x бөлінген x квадрат қосылған 1-дің квадраты болып шығады екен. Жауабы мынаға тең болады. Келесі. Төртінші ереже бұл дәреженің туындысы. Дәреженің туындысы деп отырғанымыз мына x-ің n-ші дәрежесінен туынды тапқанда n көбейтілген x-ің n-1 дәрежесінің формуласымен анықталады екен. Оған мынандай мен мысал келтіріп отырмын. Міне. Y-тен бады 2 көбейтілген x-ің 8 дәрежесі алынған 3-тен x7 дәрежесі берілген функцияның туындысын табайық. Енді осының туындысын табатын болсақ, жаңа мен сізге айтып кеткен болатынмын. Тұрақты шаманы туындының артына шығарып жібереміз. X-ің 8 дәрежесін туынды табамыз. Енді мына формулаға қоя отырып, оның алынған 3 көбейтілген x-ің 7 дәрежесіне туынды табайық. Тең болады 2 көбейтілген мынадан туынды тапқанда 8x-ің 7 дәрежесі, n-ің одан апарып 8-ді қойып отырмыз. N-ің одан апарып 8-ді қойғанда одан 1-ді азайтамыз. Сонда 8x-ің 7 дәрежесі шығады. Алынған 3 тұрақты шаманы сол күйінде қалдырамыз да, мынадан туынды табамыз. Мына жерде бізде дәреже көрсеткішіміз минус 7-ге тең болады. Одан x алынған 7 минус 1-ге. N-ің одан апарып минус 7-ні қоямыз. Ары қарай өрнекті ықшамдайтын болсақ,
2-ні 8x-ның 7 дәрежесіне көбейткенде 16x-ның 7 дәрежесі, ал қосылған минус плюс береді 21x-ның минус 8 дәрежесіне. Сонда қорытындысында мынандай шығады екен. Жауабы 16x-ның 7 дәрежесі қосылған 21x-ның 8 дәрежесі шығады. Міне, бүгінгі біздің негізгі туындыларды табу ережесінде бірінші қосындының туындысы, одан кейін көбейтіннің туындысы, бөлшектің туындысы және дәреженің негізгі туындыларының формуласын қосып шығарып отырмыз. Сол формулаларға сәйкес мысалдарды қарастырып жатырмыз. Енді мынау негізгі туындылардың жалпы формулалары болып есептеледі. Тұрақты шаманың туындысы 0-ге тең болады, x-ның туындысы 1-ге тең болады. Мынау жаңа біздің өтіп кеткен дәреженің туындысы ғой. Дәреженің туындысы мына формуламен өтетеді. Мынау квадрат түбірдің туындысы ол 1/2 түбірді x-ға тең болады. Мынау да жаңа біздің беріп отырған дәрежелердің негізгі туындылары бойынша тапқан. Жалпы осы формулаларды еске сақтауларыңыз керек. Себебі бұл формулаларды кез келген есеп шығарған уақытта қолдана аламыз. Енді мынау сәйкестендіру. Ал тұрақты шаманың туындысы неге тең болады дедім? Тұрақты шаманың өзіне. Қол көтеріп айтайық. 0-ге. X-ның туындысы 1-ге. Тұрып айтыңды шеш. X-ның енші дәрежесінің туындысы. Жаңа айттық қой. nx-тің n-1 дәрежесіне. N көбейтілген x-тің n-1 дәрежесіне. Ал burasында x-ның туындысы 1/2 x турасында x. 1/2 турасында x. Ал x-тан 1-дің туындысы 1/2. Кесте бар еді ғой, кесте бар еді ғой. Заттарыңыз артарыңыз алып кесім үшеді. Минус 1 бөлінген x квадрат. Енді нете болды шағын. Міне, жауаптар. Көрдіңіздер ме? Келесі. Жайлап нетіп отырайық. Егер мынандай тапсырма берейін, отырып шығарасыздар да, өздеріңіз сол тақтаға бір-бірлеп шығаруға кірісейік. Жақсы ма? Кітаптарыңызды аша қойыңыздар. Кітаптарыңызды аша қойыңыздар. 170-ші есепті, жоқ 170 емес, сіздерге 170 бірінші топқа қайсыда беріңіз? 175 пен неше? 180-ші есепті сіздер шығарасыздар. Иә? Так, сіздер 176-ші есепті, жоқ 177-ші есеппен 182-ші есепті шығарасыздар. Так, сіздер Ясы ма? Ал сіздер шығара беріңіздер. Сосын бір-бірден тақтаға шығайық. Бір шығып, айтып түсіндіріп айтасыздар. Тек теңдей бар қос шығарыңыздар. Түсінді ме? Шыны мынаны беріп түсең, сізге. Осының ішіне біреуіңізді айдалыңыздар. Мынау қосымша логикалық есептер. Так, сіздерге. Біреуіңіз шығарыңыздар да, осыны шығарып маған тақтаға айтасыздар. Ал қазір былай істейік. Есептерді шығарып көрейік. Ой шабуыл дейді, есеп шығару дейді. Жаңа бұса есептерді бердім ғой. Соны есептерді шығара беріңіздер. Сосын қосымша мына есепті қазір бір-бірден ала қойыңыздар, шығарып көріңіздер де, сосын маған жауаптарын айта қойыңыздар. Мына тақтадағы есеп бар ғой. Бірінші топтан бір есеп, екінші топтан бір есеп, үшінші топтан бір есеп шығарыңыздар да, сосын маған айта қойыңыздар. Бөлімі көбейтілген алдының туындысына. Мына жерден 2x. Мына кәсілге ой шабуылға байланысты есеп берілді. Осы есептерді кім шығарды? Айта ол. F тең x тең x квадрат минус 3x плюс 1 туындысын табамыз біріншісінде. F тең x туындысы тең жақша ішінде x квадрат минус 3x плюс 1 туындысы тең 2x минус 3 плюс 0 тең 2x 3 жауабы. Жарайсың. Келесі есеп.
есебі жауабы fx тең x-тің 6-шы дәрежесі алу x-тің 3-ші дәрежесі қосылған 1 тең 6x-тің 5-ші дәрежесі минус 3x квадрат болады. Апай ана екінші есептің жауабы. fx тең 2x квадрат қосылған 3x тең 2x квадраттан 4x шығады, ал 3x-тен 3-тің 3 шығады. Сонда 4x қосылған 3. Өте керемет. Балдар, көресіздер ма? Міне 2x алған 3, екіншісінде 56x-ның 7 дәрежесі, 56x минус 56x-ның 6 дәрежесі. Осында 4x қосылған 3 шығады, бірісінде 6x-ның 5 дәрежесі минус 3x-ның квадраты. Яғни жаңағыда кейбір студенттердің жауап бергендері өте жақсы жауап бердіңіздер. Әлі де болса үйренесіңдер, сондықтан да жарайсыңдар. Жаңа есепті тақтаға бір-бірден шыға қояйықшы біз. Тақтаға сөйле ғой десек. А сен жаңа бөлшектің туындысын табамын. Біз қай тақырыпқа еткендігін айта қой. Қай формулаға сүйенгенін. Қолданның? x-тің түбірін табу. Жоқ, мына біздің беріп отырған жаңағы қарастырған туындының табу ережесінде бізде қосындының, көбейтіндінің және бөлшектің туындысы бар. Сол қайсына келіп тұр? Бөлшектің туындысына келіп тұр. Өте керемет сутра болды. 180-ші есептің әсіне шығайын дедің ғой? Иә, асына. Болдым. 180-ші есептің асы. X шықты. Яғни x түбірасы x мен түбірасы x көбейткенде түбірасы x-тің квадрат шығады, ал ол жерде x-тің өзі ғана шығады. Ал бұл жерде түбірасы x-ті өзін қостым, сонда дұрыс отыра ғой. Яғни бұл жерде қысқаша көбейтудің жалпы формуласын қолданып кетіп отыр. Өте керемет. Сабақтарға оқушылар атсалыстыңыздар. Өте керемет, жақсы деген ұғымдамын. Мына қазір сіздердің оқушыларды бағалаймын. Бүгінгі бағаларыңыз жоғарғы дәрежедегі бағаларды қойып шығамыз сіздерге. Осымен енді сабағымызды аяқтайық.